Саламатсыздар ма, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз қарапайым және құрылымы күрделі теңдеулерді шешудің жолдарын қарастыратын боламыз. Әуелі бірінші сыныпта кездесетін қарапайым теңдеуге тоқталайық. Бұл теңдеу қосуға байланысты. Компоненттерін еске түсіреміз. Қосылғыш, қосындының мәні. Енді бізде қосылғыш белгісіз. Қай уақытта болсын қосылғыштың біреуі белгісіз болса, қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтуымыз керек. Демек, x тең деп жазып аламыз да, 10-нан 4-ті азайтамыз. 10 мен 4-тің айырмасы 6-ға тең, сонда біздің белгісіз x-іміздің мәні 6 екен. Енді тексереміз. Мына жердегі алғашқы өрнек теңдікті жазамыз. Бірақ белгісіз x-тің орнына біз тауып алған 6 санымызды қоямыз. 6 қосу 4 тең 10. Енді теңдіктің екі жағын теңестірейік. Оң жағы 10-ға тең, сол жағы екеуін қоссақ 10-ға тең. 10 мен 10 тең. Енді азайту амалына байланысты теңдеуді шешейік. Әуелі компоненттерін анықтаймыз. Азайғыш, ғ деп белгілейміз, азайтқыш және айырманың мәні. Бізде азайғыш белгісіз, ғ белгісіз болғандықтан біз мәні мен азайтқышты екеуін бір-біріне қосуымыз керек. Сонда біздің азайғышымыз 13-ке тең. Тексереміз. Әуелгі теңдікке қараймыз. Бірақ біз белгісіз санның орнына тауып алған 13-мізді қоямыз. Оң жағында 10, сол жағында 10 мен 3-тің айырмасы 10-ға тең. Міне теңдеуіміз шықты. Азайтуға байланысты тағы бір теңдеуді шешіп көрейік. Компоненттерді анықтаймыз. Бірінші ол азайғыш, екінші азайтқыш. Бұл айырманың мәні. Бізде азайтқыш белгісіз. Егер азайтқыш белгісіз болса, біз азайғыштан айырманың мәнін азайтуымыз керек. Сонда біздің азайтқышымыз 5-ке тең. Тексереміз. Мынау теңдеуге қараймыз. Мынаның орнына, белгісіздің орнына тауып алған 5 санымызды қоямыз. Теңестірейік. Оң жағы 4-ке тең, сол жағы 9 бен 5-тің айырмасы 4-ке тең. Енді құрылымы күрделірек теңдеуге тоқталамыз. Компоненттерді анықтайық. Мынау бізде азайтуға, жалпы теңдеу азайтуға берілген. Сондықтан мынау азайғыш, мынау азайтқыш, ал мына екеуі айырманың мәні болып тұр. Енді жоғарыда айтылғандай азайғышты табу үшін біз мәні мен азайтқышты екеуін қосуымыз керек. Бірақ бізде бұл теңдеу қарапайым теңдеу емес. Ендеше әуелі теңдеуді қарапайым теңдеуге айналдырып аламыз. Теңдіктің сол жағын сол күйі көшіреміз. Оң жағын ықшамдаймыз. Ықшамдау деген мәнін табу. 14 пен 16-ны қосқанда 30. Мінекей бізде қарапайым теңдеу шықты. Енді азайғышты табу үшін мәніне азайтқышты қосамыз. Сонда біздің азайғышымыз 32-ге тең болады. Тексереміз. Әуелгі теңдеуге қараймыз. X-тің орнына тауып алған санымызды қоямыз. 32 азайту 2, 14 қосу 16. Енді теңдікті теңестіреміз. Сол жағы қосқан кезде бізде бағана 30 шыққан болатын. Оң жағы, сол жағы енді 32-ден 2-ні азайтқанда 30-ға тең. 30 бен 30 тең. Міне бұл теңдеу осылай шығады. Құрылымы күрделірек тағы бір теңдеуді қарастырайық. Бұл жерде де әуелі ықшамдап аламыз. 100 бен 40-тың айырмасын табамыз. Ол дегеніміз 60-ға тең. Осылай қарапайым теңдеуге айналдырамыз. Енді компоненттерін анықтайық. Мынау қосылғыш, қосындының мәні. Жоғарыда айтылғандай, бір қосылғыштың біреуі белгісіз болса, онда қосындының мәнінен екінші қосылғышты азайтуымыз керек.
90-нан 60 азайтамыз. Сонда біздің екінші қосылғышымыз 30-ға тең. Белгісіз санымыз 30-ға тең. Енді тексерейік. Мына жердегі x-тің орнына апарып 30-ды қоямыз. Теңдеуді теңестіреміз. Оң жағы 90-ға тең, сол жағы 100-ден 40-ты азайтсақ 60, 60-ға 30 қоссақ 90. Екі жағы тең. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, пікір қалдыруды ұмытпаңыз, лайк басып қойыңыз және қоңыраушаны басып қоюды да ұмытпаңыз.